Баршаңызға қайырлы күн, менің құрметті мейлінше оқырмандарым, қалайсыздар? Бүгін сіздермен табысты өсіретін, табысты еселейтін техникамен бөлісемін. Ең алдымен алдарыңызда қағаз ручканы дайындап отырыңыздар. Көбінесе менің техникаларым осы қағаз ручкамен байланыстырып жасалады. Менің оқырмандарымды үйреніп қалған болуы керек. Ал бастайық. Күніне кем дегенде 5 рет осы сөйлемдерді жазып тұрыңыз. Мен баймын және материалды жағдайым өте керемет. Табысым жоғары. Мен айына теңге тауып отырмын. Яғни өзіңіз айлық алып жүрген сумманы 2 еселеп жазасыз. 200 мың алып жүрген болсаңыз 400 мың деп осы сөйлеммен сәйкестіріп жазасыз. Сонымен қоса өзіңіздің ең маңызды деген мақсаттарыңызды да жазыңыз. Міндетті түрде, өйткені ақша мақсатқа келеді. Жазып жатқанда кейін негатив ойларға жол бермеңіз. Тек қана жақсы нәрсені ойлап жазыңыз, жақсы нәрсені армандаңыз, мақсат қойыңыз. Ақша сол біздің мақсатымызға қарай келеді. Мысалы, менің ақшам көп болсын демей, ол ақша көп болғанда сіз не істейтін едіңіз? Мысалға, үй алатын едім, осындай баламды оқуға түсіретін едім деген сияқты. Ақшаға не үшін қажеттілік болып жатыр, соның себебін жазыңыз. Түсінікті болды деп ойлаймын. Енді комментарийге мен ақшаға тәуелді емеспін, мен бақыттымын, мен ақшаға магнитпін. Мен өмірде болатын қандай жағдай болмасын қуана қабылдаймын. Алла тағаланың құдіреті шексіз, ең бастысы сеніммен жасасаңыздар, сол ақшаны қолға алып тұрғандай етіп жазып қойыңыздар. Осымен біздің техникамыз аяқталды. Пайдалы болса, достарыңызбен бөлісуді